қоршауда қалса да, бұл еркек соңына дейін қарсыласты. Қолындағы тапаншасымен Трент полицияға оқ жаудырды. Мұның нәтижесінде тәртіп сақшылар да қарап тұрмай қарсы әрекет көрсетті. Нәтижесінде Трент 3 жерден жараланып, жедел түрде ауруханаға жеткізді. Оны емдеп, одан соң соттап, лайықты жазаға тартатын болады. Бұл оқиға тура жұрттың көз алдында орын алғандай. Бір қарағанда көзге шөп салу қоғамдағы орын алатын оқиға ғой. Бірақ осы бір дау ушығып, ақырында адам өліміне әкеп соққанын естігенде таң қаласың. Тренттің бірден тапанша алып, әйелін атып тастауы оның эмоцияға берілгіштігі мен қорқақтығында. Алдымен әйелін атады, кейін жазадан қорқып, видео жолдау арқылы өзін ақтауға тырысады. Оған қоса видеода байқасаңыздар, Трент жан-жағына жалтақтай қарайды. Қай кезде полиция келіп қалар екен дегендей.